Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar men boks жаңалыктары videoni bossamas turib arnaga kirib, videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Alimxon o'g'lining Canelo bilan жұдырықтасуға болатын жалғыз мүмкіндігі айтылды. Boksing News 24 Janibek Alimxonұлы Адамеспен немесе Ларамен жекпе-жек келісе алмаса, суперорта салмаққа өту керек деп есептеледі. Alimxon o'g'lining Canelo bilan жұдырықтасу болатын жалғыз мүмкіндігі айтылды. Бірыңғай орта салмақтағы әлем чемпионы Janibek Alimxonұлы мансаптық дамудың күтпеген сценарийsi ұсынылды. Егер Карлос Адамеспен WBS чемпионы немесе Ирсанда Ларамен WBA жекпе-жек ұйымдастыру мүмкін болмаса, қазақстандық суперорта салмаққа 168 фунтқа өту мүмкіндігіне байыппен қарастыру керек. Жақында қазақ стиль атағын Alimxonұлы әлеуметтік желіде орта салмақта сөзсіз чемпион атануға, одан кейін суперорта салмақтағы барлық белбеулерді егері Саул Канело Альваресті сынауға ниетті екенін білдірді. Алайда Boxing News 24 сайтының бақылаушылары Адамес немесе Лараның жақын арада Alimxonұлымен жекпе-жекке келісетінін күмәндады. Басылымда былай делінген: егер Janibek биыл Адамес пен Лараға қарсы жекпе-жек өткізе алмаса, жеңістерін азайту ойлап, бірден Canelомен жұдырықтасу мүмкіндігіне алу үшін суперорта салмаққа ауысу керек. Егер Трес Кроуфорд суперорта салмақта 4 белбеуді де жеңіп алса, ол Janibekпен жұдырықтасуға ешқашан келіспейді. Өйткені ол жеткілікті танымалы емес. Сондай-ақ 9 жылдық тәжірибе. 2016 жылғы Олимпиадаға қатысушы мәртебесін қарамастан Alimxonұлы әлі күнге дейін шынайы маңызды жеңістері жоқ екенін баста айтылды. Сонымен қатар, бәсекеге қабілетті және медиа тартымда салмақ дәрежесіне қосу үшін оған жаңа қаржылық және спорттық перспективаларды ашу мүмкін. Ол жартылай өлі және бос орта салмақ дивизионындағы супер орта салмақта көбірек таба алады. 2025 жылы чемпиондармен жекпе-жек өткізу туралы келісімге қол жеткізілмесі бақылаушылар қазақстандықтар үшін ең жақсы шешім қазір 168 фунтқа дайын көтеру деп санайды. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.